Ашуыңызды басқара біліңіз. Ашуланғанда күнә жасамаңдар деп жазылған. Күн батпай тұрып, ашуларыңды басыңдар. Ефесіктерге арналған хат, 4-ші тарау, 26-шы аят. Ашулану күнә емес. Ашуды басқармау күнә. Біреуге қатты ашуланған кезде алдымен мына нәрсе есіңізде болсын. Ашулану себебіңіз сол жағдайды өзіңізге маңызды санайтыныңызды білдіреді. Әйтпесе сіз сол адамға өз сезіміңізді көрсетпес едіңіз ғой. Сіз тек жақсырақ нәтижеге жеткізген амалдармен сезімдеріңізді қалай көрсетуді үйренуіңіз қажет. Мысалы, үй тапсырмасын орындай алмай жүрген балаларға ұрысып айқайлай бермей, оларға арманына жету үшін білімінің пайдасын түсіндіріп, қиялдаған нәрселеріне көмек беріңіз. Сондай-ақ, әлі теріс жолдан қайтпаған туысқандарыңызға уағыз айта бермеңіз. Сіз оларға құтқарылуына қысымшылық көрсету арқылы емес, өзіңіз өмір сүру салтыңыз арқылы олардың қызығушылығын тудырып жол ашасыз. Тыңдаңыз, сөйтіп шайтанның жамандыққа түрткі салуына жол бермеңдер. Шайтанның біріншіден жаулап алғысы келетін аймағы сіздің үйіңіз. Өйткені сіздің күшіңіздің көзі шаңырағыңыз болады. Осыны істеуге шайтанға жол бермеңіз. Мүмкін, бірақ менің ашулануымның себебі бар ғой дерсіз. Жүсіп те алғашысында солай ойлаған. Алайда ол өзіне түрмеге отырғызған адамдарды тамақтандырып, өзіне опасыздық жасаған бауырларын жарылқаған болатын. Осылай істеу арқылы ол дәулетке ие болып, ашу-ызаға жол бермеді. Жүсіп кейін 2 ұлды болғанда тұңғышының есімін Манас деп қойды. Осы есімнің мағынасы Құдай менің барлық уайымымды ұмыттырды деген. Жаратылыстың басталуы 41-ші тарау, 51-ші аят. Жүсіп кек алған болса, осындай ұлы адам болар ма еді? Жоқ. Ол маңдайына жазылған тағдырын қабылдап, Құдайдың ыстық ықыласына ие болды. Өйткені ол өз сезімдерін басқара білді. Екінші ұлын Ефрем деп атады. Оның мағынасы Құдай мені бұрын жапа шеккен елде өнімді қылды деген еді. Жаратылыстың басталуы 41-ші тарау, 52-ші аят. Басыңыздан өткен қандай жағдай болмасын, Құдай өзіңізді жарылқап келе жатыр деп шындықты түсінген кезіңізде ашуыңыз басылады.